Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазспорт телеарнасының көрермендері, сіздердің назарларыңызда Көкпардан Шымхан Кенжебековті еске алуға арналған республикалық турнир. Бұл турнир жастар арасында өткенін айта кетейік. Сонымен біз дәл қазір Тараз қаласының орталық ипподромдағы ойында сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Бүгінгі бәсекеде осы Жамбыл облысының Байзақ ауданынан құралған Байзақ Даққа командасы мен Солтүстік Қазақстан облысының Құрама көкпар командалары арасындағы бәсекені назарларыңызға ұсынамыз. Сонымен бірінші болып біз сіздерге Байзақ Даққа көкпар командасын таныстырғанда жөн көріп отырмыз. Бірінші нөмірде Жасұлан Қожақұл, екінші нөмірде Серік Бейбітов, ары қарай Дәулет Ережепбаев, Азат Ырысбек, Ернат Мәлімбай, Аслан Әбдібек, Нұрпейіс Аманбекұлы, Құттыбай Жұмабекұлы, Бекзат Әштаев, Бердіғали Жәкішев, Серікқан Ережеп және Сержан Бейбітов. Ал олардың қарсыластары Солтүстік Қазақстан облысының командасы мына тізімде өнер көрсетеді. Сұлтан Қайруллин, Сүйінбай Мұратов, Бақтияр Зейнуллин, Нұрхан Пірімбаев, Жасұлан Қалдыбай, Сержан Төлен, Нұрдәулет Қайып, Нұрболат Шәкенов, Бақтияр Арықбай, Мадияр Низамеддинов және Алмазбек Кенегес. Міне осындай тізімде жігіттер бүгін барын салмақ. Сонымен ортадағы төреші бүгінгі ойында Бақытжан Төлегенов, ал қапталдағы төрешілер Ақылбек Мұзбаев, Зиябек Жеткеров және Руслан Кенжебеков. Бақытжан Төлеген Қызылорда облысының төрешісі, Ақылбек Мұзбаев Алматы облысынан, Зиябек Жеткеров Оңтүстік Қазақстан облысы және Руслан Кенжебеков Маңғыстау облысының төрешілері. Осылайша осы төрт азамат бүгінгі ойынға әділ төрелігін жасайды деген сенімдеміз. Ал микрофон алдында мен Қайырхан Мәулен бүгінгі ойында 40 минут бойы өздеріңізбен бірге тамашалаймын. Сонымен жалпы Байзақ Даққа мен Солтүстік Қазақстан командалар туралы не айтуға болады? Байзақ Даққа командасының ішінде мәселен Жасұлан Қожақұл, Ернат Мәлімбай сынды жігіттер осы Жамбыл облысының негізгі құрамасы Әулиеата көкпар командасының құрамында болған кезінде, қазірде ересектер және жастар арасында қайтадан тарту Нұрдәулет Момыновтың айтуынша қайтадан тарту қарастырылып жатыр. Сондай-ақ бұл жігіттер осы Әулиеатаны біраз сүйреп, енді қазір өздері осы Байзақ Даққаның негізгі мықты ойыншылары ретінде шауып жүрген жайы бар. Ал Солтүстік Қазақстан облысының құрамасында Сұлтан Қайруллин, Сүйінбай Мұратов, Бақтияр Зейнуллин сияқты жігіттерді біз мұның алдындағы чемпионатта көрдік, бірақ атап айтар керемет жетістіктері жоқ. Десек те, қазіргі таңда осы Солтүстік Қазақстан облысы Азбаев Мақсат есімді жігіттердің бастауымен команданы жаттықтырып, жетекшілік етіп, осындай ірі турнирлерге, чемпионаттарға алып келіп жатқан жайы бар. Алдағы уақытта енді дұрыс ат болса, жақсы бір-екі бала болса, бұл жігіттерді үлкен биіктерден көреміз деген сенімімізде жоқ емес. Сонымен міне қазір екі команданың жігіттерінің күштері бірдей деп нақ кесіп айта алмаймыз, өйткені біз Байзақ Даққа командасын алаңда бірінші рет көріп тұрған жайымыз бар. Сондықтан да бұл команданың әлеуетін әзірге білмейміз деп айтуға болады. Сонымен қазір Солтүстік Қазақстан мен Байзақ Даққа командалары арасындағы кездесудің алғашқы бөлігінде міне бірінші жекпе-жекке куә болып отырмыз және Байзақ Даққа командасынан бірінші нөмірдегі Жасұлан Қожақұл жекпе-жекке шығатын секілді. Жоқ, кешіріңіздер, Бердіғали Жәкішев пен Сүйінбай Мұратовтың арасындағы жекпе-жек екен. Мінекей екі күрең айғыр ортадағы шеңберде жатқан серкеге талас үстінде. Әзірге Солтүстік Қазақстан облысының палуаны мінген қасқа серкенің маңын берер емес. Тағы бір айта кететін жайт, қадірлі телегөрермен, осы Байзақ Даққа командасындағы жігіттердің барлығы дерлік тек өздерінің аттарымен шауып жүргенін айта кеткеніміз жөн. Ал Солтүстік Қазақстан облысының қазіргі таңда жетекшілермен сөйлескен кезде кішкене аттың тапшылығы үлкен мәселе екенін айтты. Сондықтан бұл жерде кейбір аттарды тіпті жалға алып ойын өрнегін көрсетіп жатқан жайы бар. Бұл да бір жасырып қалатын, бүгіп қалатын дүние емес десек те, соның өзінде бұл Солтүстік Қазақстан облысының жігіттері осылай команда жасақтап
Тараздың төріндегі орталық ипподромда өнер көрсетіп жатқан жайы бар. Ал осы турнирді ұйымдастырушылар олар Маңғыстау облысының ұлттық спорт федерациясы және Жамбыл облысының Әулиеата көкпар клубы, сондай-ақ екі облыстың спорт басқармалары әкімдіктері екенін айта кеткеніміз жөн. Жалпы Әшімхан Кенжебеков атындағы турнир дедік. Содан кейін дәл осы жерде орынды сауал туындайды. Әшімхан Кенжебеков дейтін кім деген? Ол әрине көпшілік жанкүйерлердің көкейінде тұрған сауал шығар. Оған жауап беріп өтейік. Қазір сөзімізді әрі қарай жалғастырамыз. Қазір Байзақ Датқаның керемет бір шабуылы мәренің тура түбінен өтіп кетті. Серкен тіпті тақымға баспаған екен. Бұндай жағдайда енді әрине ойын алаңының сыртына шығып кететін белгілі дүние. Сонымен Әшімхан Кенжебеков негізгі өзі Қызылорда облысының тумасы негізінен. Кейін жұмыс бабымен осы Жамбыл облысына, Тараз қаласына көшіп келген. Осы Тараз қаласында біраз көкпардың дамуына үлес қосып, Әулиеатаның енді жасақталып жатқан шағында біраз ат қосып, дүбірлі додаларға жігіттерді дайындап, сүбелі үлесін қосқан азамат. Ал Маңғыстаудың түгел Адайата көкпар клубын құрып, жалпы Маңғыстауға көкпарды алып келген азамат ол Әшімхан Кенжебеков. Осыдан 5-6 жыл бұрын дүниеден қайтты. Міне соның атындағы турнирді бүгін жастар ойнап жатқан көрінеді. Мінекей тамаша шабуыл. Солтүстік Қазақстан облысының жігіттері әдемі шабуылмен бастаған, бірақ нәтижесін көріп отырсыздар. Серке мәре сызығының жиегіне тиіп қалды. Бұндай сәтте салым саналмайды және ортада жалпы командалық тартыс басталады. Қадірлі телегөрермен, айта кетейік, осы кішкентай кезінен бағып баптап аттың жанында ертіп жүріп, ат қарауды үйретіп, атқа мінуді үйретіп жүрген сол Әшімхан Кенжебековтің шекпенінен шыққан жігіттер бүгін осы Маңғыстаудың намысын қорғап жүр осы турнирде. Маңғыстаудың ойындарында назарларыңызға ұсынамыз әлі алдағы уақытта. Ал бүгін осы турнирдің шымылдығын түрген командалардың бірі Байзақ Датқа мен Солтүстік Қазақстан облысының құрамалары арасындағы тартысты бәсекеге куә болып отырмыз. Және қадірлі телегөрермен тағы бір айта кететін дүние, дәл осы ойынға қапталда төрелік жасап жатқан Руслан Кенжебеков есімді азамат бар. Сол Әшімхан Кенжебековтің ұрпақтары, немере інісі болып келетін айта кеткенім жөн. Сонымен, міне Солтүстік Қазақстан облысының тамаша шабуылы, шіркін мына бұруымен әдемі шабуылға шыққан Солтүстік Қазақстан облысының палуанын көріп отырмыз. Бұл Бақтияр Зейнуллин болуға тиісті. Аттың тізгінінде қалай отырады, көрдіңіздер ғой. Қандай тамаша. Байзақ Датқаның қорғанысы да жаман емес, десек те Солтүстік Қазақстан облысының жігіттері мәренің тура жиегіне жақындаған сәтке куә болып отырмыз. Сытылып шығып кетсе болғаны, мінекей салым. Өте тамаша. Ойынның 8-ші минутында алғашқы есепті ашқан Бақтияр Зейнуллин. Қадірлі телегөрермен, 1998 жыл туған, астындағы тұлпары Сарыгүл, Солтүстік Қазақстан облысының тумасы. Міне ойынның 8-ші минутында алғашқы есепті ашып, керемет ойын өрнегін көрсетті. Есеп 1-0. Солтүстік Қазақстан облысының жігіттері алда. Байзақ Датқаның алғашқы ойыны болғаннан кейін командалық ретінде кішкене абдырап қалып жатқан жайы бар. Бірақ ішінде командалық ойынды көрген және жілігін жағып майын ішпесе де біраз тәжірибесі бар жігіттер бар. Жаңа өзім атап өткендей Жасұлан Қожақұл, Ернат Мәлімбай деген секілді, Бердіғали Жәкішевті айтуға да болады оның ішінде. Сондықтан бұл жігіттер кішкене жиналуға тиісті қазір. Міне Серкеге бірінші болып жеткенімен ары қарай алып кете алмай жатқан жайлары бар. Бұндай сәтте бұл қарсыластарына үлкен мүмкіндік деп айта аламыз. Оны бірақ Солтүстік Қазақстан облысының жігіттері өте тиімді пайдаланып жатыр деп айтуға ауыз бармайды. Мінекей Жасұлан Қожақұл Серкені жұлып алып шығып кетті. Астындағы тұлпары Көксарай және мәреге жетті. Бұл салым. Өте тамаша. Жасұлан Қожақұл айтып ауыз жиғанша өзінің расменде өте мықты ойыншы екенін көрсетті. Көксараймен 1997 жыл туған Жасұлан
есепті 1-1-ге жеткізіп, өз қоржындарына бір салымды салған жай бар, қадірлі телекөрермен. Жалпы бұл турнирде, жастар арасындағы турнир деп аталғанмен, 1996 жыл туған жігіттерге де мүмкіндік берілген, біраз ойнасын деп. Сондықтан ойындардың баршасы тартысты өтетініне біздің сенім мол. Бақтияр Зинуллин қайтадан сол бұруымен Серкен тақымға басып алған екен. Бақтияр жаңа ғана қандай тамаша салым салғанын көрдіңіздер, және жеке дара қайтадан шығып кетті. Әй, шіркін-ай, бірақ бұл жерде қарсыластары жақсылап тұрып қорғанысты өнер көрсеткен көріп отырсыздар. Бақтияр Зинуллин тағы да бір әдемі шабуылдың өтінде. Бұл салым емес. Өкініштақ. Бақтияр тағы да аттың тізгін бір қайтарып алу керек. Сонда әдемі салым болуға шақ қалып тұрған дүние. Ештеңе жоқ. Ары қарай Бақтияр Зинуллин дәл осылай жалғастыра беретін болса, онда тамаша өнер көрсетуге мүмкіндік бар. Жасұлан Қожақұлдың тақымына серге тиген сияқты қайтадан. Жоқ, әлде тартыстың үстінде екен. Жерден іліп көтерген осы Жасұлан Қожақұл, бірақ қазір серкеден айырылып қалды. Қапталдағы төрешінің қызыл жалауы көтерілді. Демек, ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады деген сөз. Жекпе-жекте Солтүстік Қазақстан облысының аттары мықты болып тұр. Өздеріңіз көріп тұрғандай міне. Бердіғали Жәкішев пен Сүйінбай Мұратов. Сүйінбай Мұратовтың аты міне. Жекпе-жектің алаңында серкенің маңын бермей, екі жаққа бірдей еңкейіп тұрған жайы бар. Міне, Солтүстік Қазақстан облысының палуаны серкені жерден көтергенімен, бірақ бұл жерде ат тұяғының астына жаншылып қалды. Бұл үлкен мүмкіндік Байзақ Датқаның палуандары үшін. Мінекей, 10-ші нөмірдегі Байзақ Датқаның ойыншысы Бердіғали Жәкішев серкені тақымға басып алған. Бердіғали қазір әдемі шабуылға шыққан сәтінде тура қапталынан кеп қағып Бердіғалиді тоқтатты Солтүстік Қазақстан облысының жігіттері. Енді әрі қарайда тізгінді нық ұстап ақырын бара жатқан сәтіне куә болып отырмыз. Егер мүмкіндік болмаса, қазір командалық әріптесіне серкені ұзатып жіберуге болады Бердіғали Жәкішевке. Сонда да міне аттың күшімен қалай мәреге дейін жеткенін көрдіңіздер ғой, бірақ тақымынан шығартпай тұр қазір. Қалай тартып жатыр Солтүстік Қазақстан облысының жігіттері, көріп отырсыздар. Әдемі қолын үзді қазір. Байзақ Датқаның палуандары да командалық әдемі өнер көрсетіп жүр. Бірақ Жасұлан Қожақұл бұл жерде серкені өзінің командаласының тақымынан алды және өз тақымына басып үлгерген екен. Қандай жылдамдық десеңізші. Серкенің бір сирағы Жасұланда, бір сирағы Солтүстік Қазақстан облысының жігіттерінде. Жасұлан Қожақұл міне жеке дара шығуға мүмкіндік алды. Дәл жаңа жеке барып өзі бір салым салған болатын. Мәренің үстіне жақындаған сәтте Солтүстік Қазақстанның қорғанысы керемет ойнады. Міне тамаша мүмкіндік қой, бұл жеке шықты және салым. Жоқ, салым емес. Серке мәре сызығының жиегіне тиіп жатты. Мұндай сәтте жалпы командалық тартыс болатыны түсінікті. Жасұлан Қожақұл бір командаға жалғыз өзі ойнап жүргендей, міне тағы да серкені басып алды өз тақымына. Жаңа да дәл осындай жалпы командалық тартыстың кезінде басып алып, қарымта шабуылмен әдемі салым салған. Міне тағы да жеке дара келді. Жасұлан Қожақұлдың орындауындағы екінші салым. Ей, керемет, тамаша. Палуан жарайсың. Жасұлан Қожақұл 1997 жыл туған, тағы бір рет таныстыра кетейік, осы Жамбыл облысының Байзақ ауданының тумасы. Ойынның 15-ші минутында Көксараймен есепті 2-1-ге жеткізіп отыр. Жаңа айттық қой, бұл жігіттер ойынды біраз, командалық ойынды біраз түсінбей тұрғандар. Соның нәтижесін көрдік. Кішкене ат демалтып алайын деген сияқты Жасұлан бұл жолы ойынға араласпаған екен. Есесіне Байзақ Датқаның 8-ші нөмірдегі ойыншысы Құттыбай Жұмабекұлы серкені өз тақымына басып алды. Құттыбайдың тақымындағы серкеге бәрінің таласы бар, өздеріңіз көріп отырсыздар. Нәтижесінде Солтүстік Қазақстан облысының жігіттері міне әй шіркін жирен айғырмен қазір серкенің тақымға басып алған тағы да сол Бақтияр Зинуллин болуға тиісті.
Бақтияр Зейнуллин қазір жеке шығуға мүмкіндік алып жатыр. Мына аттың қалай басының қайым екенін көрдіңіздер. Мәренің үстінде міне аттың тізгінін тартып қайта айналып соққан сеңдей тағы бір шабуылды ұйымдастыруға бекініп ақ тұр. Мінекей Бақтияр Зейнуллин тура мәренің үстінде, бұл салам. Өте тамаша. Есеп 2-2. Міне тартысты бәсеке деген сол. 16 минут. Астындағы тұлпарын Сарыгүл деп атаған екен Бақтияр Зейнуллин. Былай қарасаңыз бұрылға да келеді, алыстан қарасаңыз, жақындап қарасаңыз жирен айғыр. Аттың тізгінін қалай кері бұрып тоқтатты. Өте керемет. Бақтияр Зейнуллин, Жасұлан Қожақұл екі команданың көшбасшылары сытылып алға шыққанын көрдіңіздер. Жасұлан Қожақұл ойынға қайта араласқан екен. Байзақтатқанның ең бір белсенді ойыншысы. Қазір Байзақтың жігіттері Серкенің тақымға басып, жеке дара шауып келді. Тоқтату керек, асықпай салу керек. Деген ай! Серке мәре сызығының жегіне тиіп жатыр. Көрдіңіздер ғой Серкенің сираға. Жеке ғой, жалғыз өзі тұр. Жалғыз өзі. Мұндайда қателік болады екен. Жастық қой қанша деген. Әптен ана жаппайға үйреніп қалған жігіттер ғой көбінесе. Міне қазір Серкені тағы да сол Байзақтың жігіттері тақымға басып бір шабуылды ұйымдастыруға шыққан. Сөз басында айтқан Ернат Мәлімбай қазір тақымында Серкемен мәреге қарай шауып бара жатқан сәті, және жеке тағы да келді, бірақ ат тұяғының астында қалды. Байзаққа бұл үлкен мүмкіндік. Сүйретіп апарып сала салуға да болады. Әй шіркін ай, міне Солтүстік Қазақстан жігіттерінің аттары қашып кетті. Қалай болар екен? Ернат Мәлімбайдың өзі қайтадан араласуға мәжбүр бұл жерде. Басқа жігіттер Серкені ала алмай қалды. Серке мәре сызығының жиегіне шығуға шақ қалып тұр. Қайтада міне Байзақтатқанның жігіттері Жасұлан Қожақұл болуға тиісті. Серкені тақымға басып алған екен. Қараңыздар қалай келеді мәреге. Тоқтату керек, атты кілт тоқтату керек. Міне қалай бұрды. Бірақ Солтүстік Қазақстан облысының жігіттері Серкені тақымнан шығарған сәтте Жасұлан Қожақұлдың тақымындағы Серкені жұлып алып кеткенін көрдіңіздер. Әрі қарай не болар екен? Серке ойын алаңының сыртында. Төрешінің ысқырығы естілді, енді ортада жекпе-жек сайысы болады. Бұл бірінші кезеңдегі дәл осы ойынның соңғы жекпе-жегі болуы мүмкін. Бердіғали Жәкішев пен Нұрдәулет қайып шыққан екен. Нұрдәулеттің астындағы Торай айғырының тамаша өнер көрсетіп жатқанын көріп отырсыздар. Күрең қасқада күрең төбелде. Серкенің маңынан төбесін көрсетіп қоймайды мінекей. Есеп 2-2 бірінші кезеңдегі. Өте тартысты ойынның өрнегін көріп отырмыз. Бірақ Байзақтатқанның палуандары батырдың атағын су сепкендей өшірмейді дегендей қайтадан әдемі шабуылдармен көзге түсіп жатқан жайы бар. Егер 2 минуттың ішінде Серке жерден көтерілмейтін болса, онда жекпе-жектің алаңынан атты адамды ауыстырылады. Тым болмағанда кішкене қол тию керек қайта түсіп қалса да. Міне Байзақтың жігіттері еңкейген. Бұл Солтүстік Қазақстан облысының балуанына үлкен мүмкіндік еді, бірақ Торы айғыры Серкеге қарай бармай қойды. Төрешінің ысқырығы естілді. 2 минутта аяқталды. Ойынға берілген бірінші кезеңде мәресіне жетті. 20 минутта осылайша көзді ашып жұмғанша өте шықты. Есеп 2-2. Тең өнер көрсетіп жатыр екі командада.
Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса айта кетейік, бұл Әшімхан Кенжебековті еске алуға арналған жастар арасындағы республикалық турнир. Негізгі ұйымдастырушылары Маңғыстау облысы мен Жамбыл облысы. Жамбыл облысының Тараз шаһарындағы орталық ипподромда жігіттер өз өнерін көрсетіп жатыр. Жалпы бас аяғы дәл осы біріншілікке, дәл осы турнирге 8 команда жиналды. Жамбыл облысынан 2 команда, атақты Әулиеата мен осы Байзақ-Датқа командасы. Одан Солтүстік Қазақстан облысының құрамасы, Оңтүстік Қазақстан облысының құлагері, Алматы облысы мен Алматы қаласынан жігіттер келіп отыр. Сондай-ақ Қызылорда облысының жастар құрамасы дәл осы бәсекеде өз өнерлерін ортаға салып жатқан жайы бар. Сондықтан өңшең, кіл мықты, сен тұр мен атайын деген жігіттер келді. Барынша бәсеке қызықтырақ болатынына біздің сеніміміз мол. Бердіғали Жәкішев пен Сүйінбай Мұратовтың арасындағы жекпе-жек. Бірінші кезең дәл осы Байзақ-Датқа мен Солтүстік Қазақстан облысының құрамалары арасындағы теңде тең аяқталған 2-2 көрсеткішімен. Екінші кезеңде де сол екі команда өздеріне тән тең ойын өрнегін көрсетіп жатқан жай бар. Мінекей, ортада тағы да жекпе-жек сайысы. Жасұлан Қожақұл мен Нұрдәулет қайып шыққан екен. Жасұлан Қожақұл бұған дейін бірінші кезеңде 2 салым салып, ерекше өнермен көзге түскен палуан. Кезінде Әулиеатаның сапында өнер көрсеткенін айттық. Енді дәл осы ойыннан кейін Әулиеатаның құрамына қайтадан шақырылуға тиісті бұл палуан. Міне, Жасұлан Қожақұлдың жетіп тұрған серкесін жұлып алған Сүйінбай Мұратовты көрдік. Сүйінбайдан серкені алған Сұлтан Қайруллин қазір. Сұлтан Қайруллин кімге берер екен? Жасұлан Қожақұл қайтадан жұлып алып серкені. Жасұлан Қожақұлдың тақымындағы серке және Жасұлан Қожақұлдың қандай әдемі қазір финт көрсетіп жатқанын өздеріңізде көріп отырсыздар. Жасұланның тақымындағы серке мәренің тура қасына, маңына жуған сәтте Солтүстік Қазақстан облысының жігіттері кәдімгі қорғаныста кезіндегі отырардың қорған сияқты тұра қалды. Жасұлан Қожақұлдың тақымында жүр әлі де болса серке мәресінің тура үстінде, бірақ тастауға мүмкіндік жоқ. Өйткені қарсыластары әдемі қорғаныста жүр. Жасұланның тақымындағы серкеге міне иелік етіп алған Солтүстік Қазақстан облысының палуандарын көрдіңіздер. Тақымдағы серкені жұлып алу дейтін үлкен ерлік, қадірлі телекөрермен. Қолдары өте мықты болуға тиісті. Әйтпесе біреудің тақымында қысылып тұрған, қол мен аяқпен қысып отырған серкені жұлып алу ол қиынның қиын екені белгілі. Жасұлан серкеден айырылып еді, қайтадан Ернат Мәлімбай серкені тақымға басқан екен. Оған да Солтүстік Қазақстан облысының жігіттері таласып жүрген жайды көріп отырсыздар. Әлде болса ойын жалғасуда, бірақ қазір мәрені алыстап кеткен серке ойын алаңының сыртына шығып кетуге шақ қалған тұста Ернат Мәлімбай қайтадан әдемілеп тұрып шабуылға шыққан сәтке куә болып отырсыздар. Ернат Мәлімбай аттың тізгінін қайтадан кері бұруға тиісті. Міне, тура мәренің үстіне келген сәтте серкені тастауға мұршасы болмай қалды. Әлде болса
доданы айналып жүрген Ернат Мәлімбайды көріп отырмыз. Ернат Мәлімбайдың бүгінгі ойында салым салуға шамасы жетер ме екен, көрейік. Қайтадан қалың доданың арасында қалып қойды. Міне, өте тартысты ойын өрнегін көріп отырмыз, қадірлі телекөрермен. Екі команданың жігіттері де Серкені бір-бірінің тақымынан алай жұлып, бұлай жұлып, екі мәренің тура үстіне кезек-кезек барып жүрген жайлары бар. Серкені міне солтүстік Қазақстан облысының палуаны тартып алған тұста ойын алаңының сыртына шығып кетті. Әттеген ай сол. Енді ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады. Сонымен ортадағы жекпе-жекте екі күреңді мінген Бердіғали Жәкішев пен Алмазбек Кенегес. Алмазбек міне Серкеге еңкейген сәтіне куә болып отырмыз. Алмазбек Кенегес Серкені өз тақымына басып алды. Алмазбектің тақымындағы енді Серкеге талас басталады. Екі команданың жігіттері де қан талапай ойын көрсетіп жүр. Серке тағы да ойын алаңының сыртында, енді ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады. Құттыбай Жұмабекұлы мен Алмазбек Кенегестің арасындағы жекпе-жек қайтадан. Алмазбек жаңа ғана Серкені өз тақымына басып алған еді. Бірақ қайтадан айырылып қалғанын есте. Тағы да Серке Алмазбектің тақымына түсті. Байзақтатқаның жігіттері Алмазбектің тақымындағы Серкені жұлып алуға бар ықтиярымен кіріскенін көрдік. Бірақ әзірге солтүстік Қазақстан облысының жігіттері мен Байзақтатқаның арасындағы Серкеге талас өрбіп жатыр. Қайтадан Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Екі команданың өнер көрсетуі тең дәрежеде қазір. Есепте 2-2. Бірақ бір командаларға сатылып алға шығу үшін бір дүмпу жетіспей тұр. Шынында. Тараз қаласының жап-жасыл алаңы. Міне, Жасұлан Қожақұл болуға тиісті. Серкені тақымға басып алып шыққан, ойынның 33 минутына да таяп қалдық. Керемет өнер көрсетуге Байзақтатқаның жігіттері әдем бір ұмтылған. Жасұлан Қожақұлдың тақымындағы Серке, Жасұланның тақымындағы Серкеге солтүстік Қазақстанның жігіттері барынша таласып бағуда. Қазір доданы бір айналдырып алу керек. Сонда Жасұлан Қожақұлға үлкен жол ашылады, қадірлі телекөрермен. Мүмкіндік берер емес солтүстік Қазақстан облысының жігіттері. Міне, осылай бір айналдырып, бір ашып, барлығын тарқатып алмаса,
Бұл жігіттер кәдімгі ұйғанғандай бір жерде топтасып тұрып алады да Жасұланды өткізбейді, өздеріңіз жақсы білесіздер. Міне Жасұланның астындағы Көксарай. Көксарайды ара айналдырып, бері айналдырып, мінеке мәреге жалғыз шықты. Бұл салам. Есеп 3-2. Міне осындай дүмпу керек. Жасұлан Қожақұл осымен өзінің командасының қоржынында 3-ші салымды салды. Жарайсыңнан басқа айтар жоқ. Ойынның 33-ші минутында Жасұлан Қожақұл есепті 3-2-ге жеткізді. Әзірге барлық салымды өзі салып келе жатыр. Жамбыл облысындағы тағы бір атағы шыққан сәйгүліктердің бірі Байтор дейтін ат бар. Осы дәл қазір Байзақтатқаның командасында Серікқан Ережебет атты азамат шауып жүрген жайы бар. Міне қазір осы айтып ауыз жиғанша Байторының да тақымына серке тиген екен, және мәренің үстінде қазір Серікқан Ережептің тақымындағы серке Байторымен мінекей. Мәреге жақындаған сәті. Байтор деген атақты аттың атына берсе керекті. Негізінен өздеріңіз көріп отырсыздар, әдемі күрең қасқа екенін. Мінекей жеке дара шығып келді, және бұл салып. Есеп 4-2. Міне бір ғайыптан дем берілгендей Байзақтатқа бірінің артынан бірі салымды салып, есепті 4-2-ге жеткізді. Бұл Серікқан Ережеп дейтін палуан 1998 жыл туған. Осы Жамбыл облысының Байзақтатқа ауылының тумасы. Қайталап көріністен де өздеріңіз көрдіңіздер. Әдемлеп тұрып, мәренің тура ортасына кеп тастады. Солтүстік Қазақстанның жігіттері бұл жерде қалай қорғанарларын білмей қалған екен. Әрі қарай ойын жалғасуда. Бәсекенің аяқталуына небәрі 5 минут қана уақыт қалды. Бірінші кезеңнің 10 минуттан астам бөлігі тек жекпе-жекпен өткенін естеріңізде шығар. Тартысты ойын болды расымен де. Бірі ар тартады, бірі бер тартады. Енді сол қайтадан жекпе-жектерге келе жатқан сияқтымыз бағалай өзі. Қайтадан тағы бір жекпе-жек ортада. Құттыбай Жұмабек пен Алмазбек Кенегес. Қазір төрешінің ысқырығы естілді. Ойын ережесін бұзған үшін тоқтатқанын көрдіңіздер. Сонымен әрі қарай жекпе-жекте дәл қазір екі команданың жігіттері барынша өнер көрсетуде. Және серке тағы да ойын алаңының сыртына шығып кетті. Руслан Кенжебековтың қызыл жалауы көтерілді. Ортада қайтадан жекпе-жек болады енді. Атқа қонған азаматтар көкпар тартып жүрген үлкен додада міне Солтүстік Қазақстан облысының жігіттерінің бір палуаны Қаранарға шыққанын көріп отырсыздар. Тағы да сол Бақтияр Зинуллин мәреге жақындаған сәтте. Қараңыздар, шіркін-ай, салым еді ғой мынау. Тастаған сәтте жұлып алып кетті, жерге түсірмей. Нұрпейіс Аманбекұлы бұл серкені жұлып алып кеткен Бақтияр Зинуллиннің тақымындағы. Өте керемет. Жасұлан Қожақұл қайтадан серкені тақымға басқан, және жеке дара шығуға мүмкіндігі бар. Атқа қамшыны басу керек. Мінекей
мәреге тұп-тура шауып келе жатқан сәтте аттың тізгінінде тартты. Бір айналдырып алуды жөн көрген сияқты. Мінекей, тағы да жеке дара өзі шықты. Әдемі мүмкіндік. Жасұлан Қожақұлдың тарапынан тағы бір салым. Бүгін Жасұлан 4 салымға бірдей қол жеткізіп отыр. Астында Көксарай атын да ауыстырмай шауып жүр. Өте тамаша. Жасұлан Қожақұлдың бүгінгі ойында шынымен де ерлігі болды. Жалғыз өзінің ойыны болды. 38 минутта. Ойынның 38 минутында есепті еселеген Жасұлан Қожақұл. Есеп 5-2 қадірлі телегөрермендер. Қалған 2 минутта Солтүстік Қазақстан облысының балуандары мұндай көрсеткішке теңестіріп үлгере алмайтыны түсінікті, бірақ сонда да Байзақ Татқанның бүгінгі ойында расымен де жолы болды десек толықтай негіз бар шығар. Мінекей, тағы бір әдемі шабуылдың өтінде Байзақ Татқанның жігіттері. Және бұл кішкене жақыннан көрсетсе, салым екен. Салымды салған сол Серікқан Ережеп 1998 жыл туған. Ойынның 40 минутында есепті еселеп 6-2 жеткізді. Және қазір соңғы минут өтеді. Тіпті төрешінің ысқырығы естілуге жақын. Жігіттер ойынды бастап та үлгермейтін шығар енді қазір. Есеп 6-2. Байзақ Татқалықтар болмаса, Солтүстік Қазақстан облысының жігіттері жылдам шабуыл ұйымдастырып, бір салымды салып үлгермесе, онда есеп осымен тоқтайтын секілді. Мінекей, Солтүстік Қазақстанның жігіттері шабуылға басқан сәтті көріп отырсыздар. Мәреге жақындаған сәтте қорғанысы да күшейді Байзақ Татқанның. Ойын алаңның сыртына шығарып берсе, бұл шабуыл да, ойын да аяқталатынына күмән жоқ. Қандай тартыс, тура мәренің үстіндегі тартысты көріп отырсыздар. Байзақ Татқанның жігіттері жатып алып, қазір аяқты салу керек. Тізені салып тұрып тартатын болса, онда Серкені қарсыластың тақымынан толықтай жұлып алуға мүмкіндік бар екенін ескергеніміз жөн. Ырымдап Әулиетаның бөріктерін киіп алған екен Байзақ Татқанның жігіттері. Чемпиондардың бас киімін киіп еліктегісі келген. Төрешінің ысқырығы да естілді. Осылайша 2 таймға берілген 40 минут өз мәресіне жетті. 6-2 есебімен алғашқы ойында Байзақ Татқанның жігіттері жеңіске жетіп отыр. Бұл көкпар бағдарламасы. Бағдарламаның режиссері Руслан Дәулетов, комментатор әдеттегідей өздеріңізбен бірге болған мен Қайырхан Мәулен. Енді дәл осы турнирдегі ойындарды Қазспорт телеарнасының эфирінен тамашалай аласыздар. Аман сау болыңыздар.